Жерге кезекке тұру үшін Егов порталындағы өзіміздің страницамызға кіреміз. Асты жағында просмотр или постановка на очередь деген бар, соны таңдаймыз. Заказать услугу онлайн. 3 шаг болады, соның біріншісі постановка на очередь деген таңдаймыз. Қазақстанның кез келген облысын таңдауға болады. Регион таңдаймыз. Болғаннан кейін я подтверждаю, далее кнопкасын басамыз. Екінші шаг подписать үшін ортасындағын таңдаймыз. Телефонмен де, компьютермен де подписать етуге болады. Мен носитель информация дегенді таңдадым. Онда ECP кілттеріңізді ашып, екіншісін таңдайсыздар. Паролімізді жазып, открыть дейміз. Подписать дегенді басамыз да, сәл күтеміз. Үшінші шаққа келіп жеттік, обновить статус дегенді басамыз. Бізге осындай хабарлама келеді. Хабарламаны бассақ, бізге жер туралы осындай уведомление келеді. Бұның ішінде бізде жерге нешінші болып тұрғандарыңыз туралы ақпарат беріледі.